Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем, орнымды бассын дейді. Артымнан Құран оқысын дейді. Қартайғанда асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам, орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние қараусыз қалар дейсің ба? Қалған дүниеңнің қамын сен жемек пе едің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеден қызғанатын, өзгеден сенің не артықшылығың бар? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Қылған иттігің аз болды ма? Енді бір баланы туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге неге мұнша құмар болдың? Балам, артымнан Құран оқысын десең, тіршілікте қылған жақсылығың көп болса, кім Құран оқымайды? Егерде жаманшылығың көп болса, балаңның оқыған Құраны сені неге жеткізбек? Ақырет үшін бала тілегенің, балам жастай өлсін дегенің. Егерде ер жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туады ма екен? Ондай баланы сендей әке, сенің еліңдей ел асырап өсірмек пе? Қартайғанда асырасын десең, ол да бір бос сөз. Әуелі қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің? Жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болады ма? Жоқ па? Үшінші, малың бар болса, кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болмақ? Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан сұраймысың? Сұрайсың. Құдай тағала берді, бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып мал табарлық қуат берді. Қайда жұмсағаныңды кім білсін? Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты сарып қылуды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Оқысаң, ұғарлық ақыл берді. Қайда жұмсағаныңды кім білсін? Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Енді сол малды сарып қылуды білерлік ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз дүниеде, ақыретте жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақты көрмедім. Малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Барлығын иттікпен табады, иттікпен айырылады. Барында баймын деп мақтанады. Жоғында маған да мал біткен деп мақтанады. Жоқ болған соң тағы да қайыршылыққа